шын мәнінде қайырымдылық қасиет. Әл-Фараби дананың айтуында, қайырымды қала тұрғындары деген трактатында ол қайырымдылыққа көп нәрсе жатқызады. Қайырымдылықтың ішіне жомарттық та кіреді, мейірімділік те кіреді, ақ көңілдік, ақ ниеттілік, ақ пейілділік, адамгершіліктің барлық қасиеттері кіреді қайырымдылық деген сөзге. Сондықтан Шымкент бұрыннан да қайырымды қала деп айтуға болады. Көп нәрсені ойлануымыз қажет, талқылауымыз қажет, әркім өзінің жауапкершілігін сезіну керек, жас бола ма, жасамыс бола ма, зиялы қауым бар, ардагерлер бар, халық ағарту саласы дейміз ғой, білім, тәрбие саласы, бәрі жұмылып қайырымдылыққа қызмет ету керек та. Әл-Фараби бақыт дегеніміздің өзі қайырымды болу дейді ғой. Ол кісі жаңағы мемлекет қайраткері, мемлекет басшысы, әкім қандай болу керек, қарапайым басшымен қосшы қандай болу керек, бәрін талдап, таразылап беріп кеткен. Сол Әл-Фарабидің еңбегін оқуымыз керек те, оқытуымыз керек. Мектепте, университеттерде, отбасына дейін оқу керек те, қайырымдылық бәрін айтып қойған Әл-Фараби. Сондықтан қайырымдылыққа жетуге болады. Қайырымдылық қасиетінен Шымкент танбасын. Шымкент қана емес, бүкіл қазақтың қалалары қайырымды болсын, адамдары да қайырымды болсын. Шымкент қайырымды қала.